Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен ауызға салса еріп кететін хош иісті әрі нәзік дәмді болып пісетін бал рулетін дайындаймыз. Кондитерлік дүкенінен асып түспесе кем түспейді. Видеоны соңына дейін қарап бірге жасайық. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, үстіне балымызды қосып, қантымыз ерігенше баяу отта араластырып аламыз. Енді ас содасын сметанамызға салып, жақсылап араластырып, жаңағы массамызға құямыз. Енді осында көп ішіп әдемі болып көтеріліп, карамель түске енгенде оттың астын өшіріп, кішкене суытып аламыз. Енді басқа ыдысқа жаңағы массамызды құйып аламыз. Үстіне бір жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін електен өткізілген ұнымызды екі бөлікке бөле отырып, түйіршік қалмайтындай етіп, жақсылап араластырып аламыз. Неге бізде осындай масса болып шығады. Енді табамызға пергамент қағазын төсеп, жаңағы тестамызды құйып алып, барлық пергамент қағазына жететіндей етіп, жұқалап, бір текті жайып аламыз. Дайын болған тестамызды қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минут қызарғанша пісіріп аламыз. Енді кремін дайындайық. Ол үшін 33% сливкемізден 180 грамм құйып алып, үстіне сгущенкамызды салып, осындай ванилиннен пачкасын салып, жақсылап миксермен көпіршігенше араластырып аламыз. Енді творожный сырды барлығын жаңағы ыдысымызға салып алып, венчикпен барлығын жақсылап араластыра аламыз. Неге біздің осымен креміміз дайын болды. Енді пісіп шыққан жаңағы медовый коржымызды кішкене суытып, астына тағы да пергамент қағазын төсеп, осылай алып шығамыз үстіндегісін. Енді бір текті тегіс етіп, жан-жағындағы корждарды кесіп шығамыз. Кесіп дайындап алған коржымызды басқа ыдысқа салып аламыз. Енді жаңа дайындап алған кремімізді барлық жеріне жағып аламыз. Креміміздің көп бөлігін ішкі жағына, кішкене бөлігін беткі бөлігіне қалдырамыз. Қазір орағаннан кейін бетіне де жағатын боламыз. Неге барлық жеріне жететіндей етіп кремімізді жағып алдық. Енді рулет етіп, осылай орап аламыз. Енді өзінің пергамент қағазына орап, креміміз кішкене салқындағанша холодильникке 2-3 сағатқа қойып аламыз. Енді жаңа шеткі бөліктерін кесіп алған коржымызды майдалап блендерлеп аламыз. Неге осымен біздің бетіне әдемілік үшін себетін коржымыз дайын болды. 2-3 сағаттан кейін рулетімізді алып, қағазымыздан ашып алып, бетіне қалған кремімізді жағып аламыз. Майдалап алған коржымызды осылай барлық жеріне әдемі етіп сеуіп шығамыз. Мінеке осымен біздің балды рулетіміз дайын болды. Нәтижесінде өте жұмсақ, нәзік әрі хош иісті десерт болып шығады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.